Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Кітапханаға бүгінгі саяхатқа келіп отырсыздар. Онлайн кітапханамен таныстырамын. Менің атым Гүлжан Амантайқызы. Осы кітапханада аға кітапханашының міндетін атқарамын. Біздің кітапханаға келсек, бірінші көздеріңіз өз ауылым, өзім туған босағам атты бұрышына көздеріңіз түседі. Бұл бұрышта біздің Көкпекті ауылы туралы, Бұқа Жырау ауылы туралы және де Қарағанды облысы туралы көрмеге көздеріңіз түседі. Келесі тәуелсіздік қадамы атты бұрыш ұйымдастырылған. Бұған біздің Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ұлы даланың жеті қазынасы атты және мамандыққа байланысты біздің хандарымызға, заңдарымызға және біздің тілімізге арналған кітап көрмелеріміз ұсынылған. Мына жерге келсек, бұл кітапханашының жұмыс столы. Бұған біздің картотекаларымыз, карточкаларымыз, біздің жұмыс компьютеріміз қосылған. Мына жаққа келсек, біздің кітапхана қорымыз, жаңадан келген кітаптар, және кітаптар қазақ тілінде, мемлекеттік тілінде, мына жақта қазақ тілінде, мемлекеттік тілінде, және бөлімдерге арналған кітаптарымыз қойылған. Бұл бұрышта жасөспірімдерге, балаларға, мектеп оқушыларына сабаққа пайдалануға ұсынылған кітаптар және ертегілер қойылған. Біздің оқырман залымыз бар. Оқырман залымызда балаларға, кітапханаға келушілерге, оқырмандарға арналған кітап өтініші, кітапты оқудың тәртібі және де кітапты қалай ұстау керек екендігі туралы жазылған. Келгеннен кейін оқуларыңызға болады. Және де мерзімді баспалар. Биыл біздің кітапханаға ертегілер әлемінде денсаулық, балапан бағы, айгөлек, тағы сондай қызықты журналдар, газеттер келеді. Біздің Қазақстан тәуелсіздігінің рәміздері атты бізде көрме ұйымдастырылған. Бұл көрмеде рәміздер, әнұран, гербтарымыз туралы кітаптар қойылған. Мына жерге келсек, биыл жаңағыдай айтып өткендей, биыл Қазақстан Республикасына сол тәуелсіздігімізге арналған кітаптар қойылған. Биыл бізде Парасат жолы бұрышы ашылды. Осыған біз Әл-Фараби кітаптарын, Әлихан Бөкейханов туралы, жасауаш Абай Құнанбаевтың кітаптары қойылған. Және де бұл бұрыш Парасат жолы деп аталғаннан кейін, бұнда бізде заңдар туралы кітаптар қойылған. Бауыржан Момышұлының және өмірі қалай өзін ұстауы керек туралы кітаптар қойылған. Құрметті оқырмандар, індет аяқталады. Осы кітапханаға келіп, осы барлық кітаптарды оқуларыңызға болады. Рахмет.